Сәлем достар, кезекте тұрмай-ақ осы жылы жеңілдетілген несиемен баспаналы болғыңыз келсе, онда осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Қазір доллар бағамы өскеннен Қазақстанда үй бағасы шарықтап жатыр. Сенесіздер ме? Үй кезегіне тұрмай-ақ мемлекеттік жеңілдетілген ипотека үй алуға болады. Және осы бағдарламамен үй алғандардың ешқайсысы ұтылған жоқ. Қайта тек ұтты. Себебі қазір жылына кем дегенде 2-3 миллионға үй қымбаттауда. Сонымен қатар ақша құнсыздануда, доллар бағамы өсуде. Сол себептен дәл қазір жеңілдетілген ипотекалармен баспана алған өте тиімді. Сіз өзіңіздің баспанаңыздың бағасын 2-3 жылда шығарып аласыз, үстінде переоплатасын. Бұл мемлекеттік бағдарлама 7-20-25. 7-20-25 осы жылы аяқталады. Сондықтан осы жылы қатысып үлгеріп қалыңыздар. 7-20-25-тің өзі бар жоғы 4 талабы бар. Біріншісі, Қазақстан Республикасының азаматы болу керексіз. Екінші, доходыңызды көрсетуіңіз керексіз. Үшінші, атыңызда үй болмауы керек. Яғни үй болған жағдайда да бүгін оны сатып, ертең қатыса аласыз. Сіз тек заявка берген кезде ғана атыңызда үй тұрмаса болды. Немесе туысыңызға өткізіп жіберіп, атыңызда үй болмаса сіз қатыса аласыз. Немесе атыңызда жер телімі, немесе арендаға беріп жатқан помещениялар болса да сіз ала аласыз. Бұл бағдарламаға қатыса аласыз. Төртінші, ипотека займы. Ипотека займ болмау керек. Яғни ипотекалық қарзыңыз, кредитіңіз болмау керек. Және созаемщик болып тұрсаңыз біреудің ипотекасына, онда сол жерден созаемщиктен өзіңізді алып тастап, бұл бағдарламаға қатысуыңыз керек. Тағы бір шарты, тек қана жаңа үйлер қатыса алады. Сіз жаңа үйлерден ала аласыз. Ол жер мысалы Homesters, KZ, Крыша KZ, Контр KZ деген сайттардан қарасаңыз арнайы флажок белгісі бар 7-20-25-ке қатысатын жаңа үйлердің. Сонымен қатар Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент қалаларына 25 миллион теңгеге дейін ала алса, Қарағанды және басқа өңірлер 15 миллионға дейін ақшаны қолдана алады. Бұл 7-20-25 деген өзі 7%-бен 20 бастапқы первоначальный взнос дейді ғой, 20%, 25 жылға дейін. Яғни 25 жыл, 10 жыл қалас па, 15 жыл, 20 жыл, 25 жыл өз еркіңізде. Бұған 8 банк арқылы аласыз. Халық, Сбор, РБК, Евразия, Жусан, Форте, тағы басқа осы банктер арқылы ала аласыз. Мысалы, сіз 15 миллионның үйін алсаңыз, 15 жылға алсаңыз, 108 мыңнан төлейсіз. 20 жылға алсаңыз 93 мыңнан төлейсіз. 25 жылға алсаңыз 85 мыңнан төлейсіз. Әрине бұл жыл ұзарған сайын үстіндегі процент те ұзара береді. Сіз 25 жылға алсаңыз 1-1 төлейсіз. Яғни 15 миллион алсаңыз 15 миллион үстінен қосып төлейсіз. Сіз бұл проценттерден қорықпаңыз, ең бастысы сіз баспаналы болып қаласыз. Бұл проценттер сіз 15 жылдың ішінде төленетін төлемақы болғандықтан сіз оны қорықпай ала берсеңіз болады. Ал қазіргі кезде үй бағасы 1-2 жылдың өзінде 2 есе өсіп жатыр. Осыдан 1-2 жыл алдын 15 миллиондық үйлер қазір 30 миллион болып тұр. Сондықтан баспанаңыз жоқ болса, бұл бағдарламаға қатысып баспаналы болуға үлгеріңіздер. Бұл бағдарлама осы жылы соңына дейін аяқталады деп күтілуде. Сондықтан әлі де болса бұл бағдарлама тиімді. Жылдық соңына дейін бөлінетін қаражат сіздің үйлі болуыңызға жеткілікті. Сол үшін ертерек қамданыңыздар. Ақшаңыз болып жатса, ертерек жауып тастағаныңыз үшін айыппұл төлемейсіз. Сондықтан әрекет жасаңыздар, үйлі болыңыздар. Әр қазағым бай болсын, баспаналы болсын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.